Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ыстық тағамның түрін жасаймыз. Өте дәмді ыстық тағамның түрі аты бефстроганов немесе мясо с грибами в сливочном соусе деп аталады. Ал гарнирге пюре. Мен өзімнің пюрені жасалу жолын сізге көрсетемін. Видеоны соңына дейін тамашалап шығыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен балғын ет қажет. Менде сиырдың еті, сіздер сиырдың еті немесе жылқының етін де қолдансаңыздар болады. 4 бүріштеп турап аламыз. Бір дана пияз, оны да турап дайындап қоямыз. Енді 300 грамм саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтарды осылай турап шығамыз. Пішіні етпен бірдей болуы керек. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, бірінші етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған етімізге пиязымызды қосып 2 минут қуырып аламыз. Енді саңырауқұлағымызды салып, қуырамыз. Бәрі қуырылып болғаннан кейін, татымына қарай тұз қосасыздар, бұрыш қосасыздар. Араластырамыз. Енді жылы су құямыз. Суды көп құймаймыз. Біздің етіміз, саңырауқұлағымыз кішкене батып тұру қажет. Енді бетін жауып 40 минуттай бұқтырасыздар. Еттеріңіз жұмсару қажет. Қырық минут өткеннен кейін біздің суымыз азайып кетеді. Оған сливки қосасыздар. Сливкидің кез келген майлылығы бола береді. Егер сіздер қою болған қаласаңыздар, бір ас қасық ұнды қуырып қосып жіберсеңіздер де болады. Мен қосқан жоқпын. Енді гарнирге пюре, картоптан жасалған. 1 кило картопты сыртын тазалап, қайнатып пісіріп аламыз. Осылай суын төгеміз, сары май қосып, жылы сүт қосып, жақсылап езіп аламыз. Және мен езіп болғаннан кейін пюрені миксерлеп аламын. Миксерлеген кезде біздің пюреміз үлпілдек жұп-жұмсақ болып шығады. Тарелкемізге осылай әдемелеп салып, осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді тағамдардың бірі, достар, тура осылай жасап кетіңіздер. Қажетті азық-түліктің граммы описанияға жазып қойылған. Менің отбасымның сүйікті тағамдарының бірі, жасап көріңіздер. Достар, рецепт ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Көріскенше достар.